Бүгін біз булавка істейтін боламыз. Булавканың былай бір шетіне байлаймыз. Бұл именная булавка болып табылады. Байлаймыз, қаттылақ 2 рет байлаймыз. Сосын енді моншақтарды тіземіз. Өзіміз қалауымызша моншақтарды тігеміз. Мен бүгін қызға арналған булавка істеп жатырмын. Тастарымызды тіземіз. Содан соң есімін жазамыз. Есімін алдын ала дайындап қойсаңыздар да болады. Мен дайындамадым, сол себепті енді дайындалып жатыр. Ақерке деген есімді алдым. Енді осыны тіземіз, тізіп шығамыз. Қайтадан моншақтарды дәл солай қайталаймыз. Енді шетіне байлаймыз. Бәрін туралап, дұрыстап байлаймыз, қаттырақ қылып. Бұны да 2 қайтара, немесе 3 қайтара байлауларыңызға болады. Шығып кетпес үшін. Осылай байлап дайындап қоямыз. Енді ортасын сәндейміз. Үшін бізге колечкалар керек. Колечканы ашамыз. Арнайы құрылғылар арқылы сөйтіп өзіміздің әдемі кулондарымызды тағамыз. Ұл бала болса, ұлға арналған, қыз болса, қызға арналған осындай әдемі сәндеу үшін ілеміз. Неге осылай болады. Енді ленточка дайындаймыз. Ол ленточканы арнайы бөлек сабақ ретінде саламын. Дайындау үлгісін осылай дайындаймыз ленточканы. Сосын жанында қалған артық резинкаларымызды кесіп тастаймыз. Кесіп тастағаннан кейін осылай ыстық клейдің көмегімен жерге жабыстырамыз. Неге ыстық клейіміз дайын. Ыстық клей жағамызды жабыстырамыз. Осымен біздің именная булавкамыз дайын болды.
көріп тамашалағандарыңызға рахмет.